Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тирамису тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Мінекей торт осылай шықты. Торт өте жұмсақ, нәзік, керемет болып шықты қыздар. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Тортқа қажетті заттар: жұмыртқа, қант, қопсытқыш және де ұн. Жұмыртқаның үстіне қантты салып, 1-2 есеге ұлғайғанша миксердің ең төмен жылдамдығынан жоғарылата отырып, масса қоюланғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей массамыз дайын, осылай шықты. Енді үстіне ұн мен қопсытқышты ұн елегіштен өткізіп салатын боламыз. Сағат тілімен төменнен жоғары қарай көтере отырып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді кондитерлік пакетке салып аламыз. Мен корждардың диаметрін 20 етіп пісіретін боламын. Алдын ала сызып дайындап алдым. Массамызды осылай құйып алып, бір тегіс етіп тегістеп аламыз. Тегіс болғаны маңызды. Піскенде бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып, торт жинаған кезде қисық болады. Сол үшін барынша тегістеп алыңыздар. Кішкене осылай жасап жібереміз, сонда тегіс болады. Енді алдын ала қызып тұрған 180 градуста 7-8 минутта пісіріп аламын. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына қарай, уақытын қарайсыздар. Енді қалған массамыздың барлығын осылай құйып шығып пісіріп алатын боламыз. Мінекей корждар пісіп дайын болды. Енді суығанша крем дайындайтын боламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек бөліп алдым. Жұмыртқаның сарысына қантты салып, жақсылап ағарғанша миксерлеп аламыз. Енді үстіне творожный сырды салып, бір келкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей масса дайын болды, өте керемет болып шықты. Енді жұмыртқаның ағына қант пен ванильный сахарды салып, миксердің ең төмен жылдамдығынан жоғарылата отырып, 1-2 есеге ұлғайып, формасını жақсы ұстағанша миксерлеп алатын боламыз. Видеода көргендеріңізде осылай формасын өте жақсы ұстау керек.
Енді творожный массамызға жұмыртқаның ағын екі бөлікке сала отырып, ақырында бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей креміміз дайын болды, өте керемет болып шықты. Енді ыдысымызға кофе мен қантты салып, үстіне қайнаған суымызды құйып, жақсылап араластырып, суытып алатын боламыз. Ыстық күйінде қолданбаймыз. Енді тортты жинаймыз. Торт жинайтын ыдысымызға осылай кішкене ғана крем жағып алатын боламыз. Тортымыз жылжымау үшін. Бірінші коржды салып, жаңағы салқындатып алған кофемізді бетіне пропитка жасайтын боламыз. Одан кейін кремді құйып шығамыз. Тағы да коржды қойып, пропитка жасап аламыз. Шеттеріне осылай печеньелерді қойып аламыз. Мен савоярди печеньесін өзім жасадым. Менің каналымда рецептісі бар. Барлық печеньенің бәрін қойып алып, кремді жағып, ең соңғы коржымызды қойып, пропитка жасап, бетіне крем жағып шығамыз. Мен кремді осылай насадканың көмегімен жасап алдым. Енді бетін жауып, мұздатқышқа бір түнге қоямын. Сонда кремі сіңіп, әдемі болып тұрады торт. Торттың мұздатқышта тұрғанына бір күн болды. Енді тортымызды алып, бетіне какао сеуіп шығатын боламыз. Торттың дәмдірек болуы какаоға да байланысты. Мен рахаттың какаосын қолданамын, өте дәмі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер мені қолдап, белсенділік танып тұрсаңыздар, алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Енді ақырын формамызды аламыз. Торт өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар.